Бүгін мен сіздерге биология сабағында оқушыларға, әсіресе 8-ші сынып бойынша анатомияға қатысты тақырыптарды, яғни адамның ішкі құрылысындағы әртүрлі мүшелерді көрсетуге болатын бір приложениемен, яғни сайтпен, платформа десе де болады, сонымен таныстырмақшымын. Бұл бізде Bio Digital деп аталады. Bio Digital.com деген сайт. Мені осы сайт Bio Digital сайты. Бұған біз әрине бірінші тіркеліп аламыз. Сіздер Gmail деген gmail.com деген аккаунттарыңызбен тіркелсеңіздер болады. Бірақ бұның бір мынандай минусы бар. Бір айда 10 рет қана қолдансаңыздар болады. Яғни бір айда 10 рет қосып қолдансаңыздар болады. Бірақ сіздерге лайфхак, егер де сіз 10 рет қолданған бір айда жетпесе, сіздер былай етсеңіздер болады. Яғни тағы да басқа аккаунтпен кіріп, онымен де 10 рет қолдансаңыздар. Мысалы, менің ойымша әр адамда кемі 2-3 аккаунт болады деп ойлаймын. Мысалы, менің өзімде 4 аккаунт бар. Яғни соның әрқайсымен жеке-жеке қолданып, бір айда, мысалы 4 аккаунт болса, бір айда 40 рет қолдануға болады. Осындай лайфхакты қолдану арқылы бұл сайтты тегін қолдана аласыздар. Мына жерде, мысалы, кез келген тақырыпта іздесеңіздер болады. Мына жерде қазір мен бір тақырыпты іздеп көрейін. Мысалы, қан айналым жүйесі, circulatory, енді кішкене ағылшынша жазсаңыздар болады, бірақ әрине мына былай перевод жасап алуға болады сайтты. Міне. Немесе ағылшынша білсеңіздер, ағылшынша қолдана бересіздер. Міне, толық орысшаға аударылды. Енді мен орысша, мысалы, жаңағы мен circulatory system деп ағылшынша іздей берейін. Орысша қалай болатынын білмей тұрмын. System, яғни қан айналым жүйесі туралы іздеп жатырмын. Міне, менде бірнеше видео тауып берді. Осы жерде қарасаңыздар, кез келгенін ашып көрейік қазір. Қалай болады екен? Міне. Мына жерде аурулар қалай болатыны туралы көрсетілген. Кез келген біреуін ашып көрейік. Мысалы, мынаны ашып көрейін. Міне, кез келген сабақта, осы 3D форматта осыны ашып қолдансаңыздар өте ыңғайлы, өте жақсы платформа. Осыны қолдануға кеңес берер едім. Егер де осыдан бөлек тағы да басқа да заттармен, әртүрлі жасанды интеллект бойынша платформалар қолдану бойынша білгілеріңіз келсе, мен каналыма тіркеліңіздер. Сонымен қатар менде курс бар. Жаңағы жасанды интеллект арқылы әртүрлі сабаққа қажетті заттарды, құралдарды жасауға болады. Мысалы, рефлексия, тест тапсырмасы, викторина, сабаққа деген психология ахуал жасау, немесе видео жасау, сол бойынша үйретемін. Бар болғаны 2222 теңге тұрады. Тіркеліңіздер. Номерімді осы описаниеде қалдырамын. Қазір мынау толық загрузка жүрген екен. Қазір көрсетемін. Жүректің соғып жатқанын көрсетілген. Енді бұны жақынырақ қарасаңыздар, міне болады. Қолмен, жаңағы үлкен экранда қолмен істейсіздер ғой, өте ыңғайлы. Ары бері былай қозғалтасыздар. Міне жақындатайық тағы да. Жүректің қалай соғып жатқаны, клапандардың ашылып жатқаны, міне. Әрқайсысын үстін бассаңыз, оның аты не деп аталады. Соның бәрі көрсетілген. Тағы да бір жақындатып көрейік. Міне. Асты жағынан көрсеңіздер де болады. Үсті жағынан көрсеңіздер болады, міне. Осылай балаларға өте ыңғайлы деп ойлаймын. Енді тағы да басқа зат көрейік. Мысалы, мына жерде өте көп стоматология дегенді көрейік қалай екен. Мысалы, тістің құрылымы. Міне, бұл жерде бұзылған тістің құрылымы көрсетілген екен. Міне, бүйтіп бас көрсеңіздер болады, осылай. Міне, өстіп ары бері оқушыларға көрсетесіздер. Тағы да бір зат көрейік. Мына жерде, мысалы, миды көрейік.
барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын және қызықты деп ойлаймын. Алдағы уақытта тағы да көптеген платформалармен таныстыратын боламын. Каналға тіркеліңіздер. Кейде сабақ түсіндірген видеоларымды да салып тұрамын. Кейде жасанды интеллект бойынша жұмыс істеу туралы салып тұрамын. Кейде осы дай платформалары туралы көрсетіп отырамын. Міне ішкі әрбір бөлігін міне көрсеткен. Өйстіп басып оқушыға көрсетуге болады. Жақсы, осы түсіндіргім келген. Барлықтарыңызға сәттілік, сабақтарыңыз өте қызықты бола берсін, оқушыларыңыздың зейіні ашыла берсін, өздеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға келесі кездескенше.